Қазіргі дәуір әрбір адамнан жаңа көзқарасты, жаңа идеяларды талап етпекте. Яғни ескі көзқараслардан қашып, жаңа идеялар текарында заманауи инновациялық техникаларды ойлап табу бүгінгі күннің талабы. Әлбетте арамызда өздерінің инновациялық идеялары текарында жаңа техникаларды ойлап тауып, өндіріске енгізіп атырған замаласларымыз баршылық. Қазір біз инновациялық жаңалық рубрикасында сондай жастарымыздың біріменен танысамыз. Рауажану жолында баратырған елімізде жаңадан жаңа инновацион технологиялар тез патпен кіріп келмекте. Міне осындай имканиятлардан толық пайдаланған халда еліміз жастары өз инновациялық идеяларын әмелге асырмақта. Міне осындай жастарымыздың бірі Ұлбосын Сапарова менен істеп шыққан инновациялық құрылмасы хақында сөйлесеміз. Ұлбосын, міне істеп шыққан құрылмасы хақында толығырақ айтып берсеңіз. Бүгінгі күнде істеп атырған бұл құрылман тикарынан ток дерегінен келіп тұрған 220 вольт токты 0 вольттан 12 вольтқа шекемгі зарядпенен тәмілеу имканиятын береді. Құрылма тикарынан диодный мост, конденсатор һәм паситіруші трансформатордан құралған. Бұның тикарғы мақсаты төмен күшленулі лаборатория аспапларын зарядлау имканиятын береді. Тикарынан бізге 7 вольтлы, 8 вольтлы қуатларды талап ететін құрылмалар ұшыраған жағдайда осы құрылманы пайдалансақ болады. Бір сөзбенен айтатығым болсақ, 12 вольтқа шекемгі құрылмаларды зарядлау үшін осы үскенені іслеп атырмыз. Бұл құрылманы іслеп шығуда жақыннан жәрдем берген ұстазым Тұрымбетов Байрам аға болып есептеледі. Келін осы құрылмасы хақында толығырақ үйреніп шықсақ. Ток дерегінен келіп тұрған 220 вольт ток трансформаторға келіп, 12 вольтлы өзгермес күшленуге айланады. Хәмде өзгермес күшленуге айланғаннан соң ол конденсаторға барып заряд топланады. Өткізгішімізге зарядлау керек болған құрылмамызды ямаса батарейкамызды жалғаймыз. Хәмде бұл құрылмамызды ток дерегінен келіп тұрған 220 вольтқа жалғап, трансформатор арқылы өзгермес 12 вольтлы күшленуге айландырып береді. Ол күшленуге айландырып берген соң ол конденсаторға топланып, ол топланған зарядымыз өткізгіш арқылы батарейкамызды қуатлап беру имканиятын береді. Бұл құрылмамызға неше вольтлы күшлену керек екен анықлап аламыз. Хәмде оған кереклі вольтты анықлап алғанымыздан соң асте күшейтіп оны зарядлаймыз. Міне құрылмасы хақында танып шықтық, енді осы орында жетіскендеріңіз хақында айтып берсеңіз. Мен бұл құрылманы іслеп шығуменен шекараланбастан бүгінгі күнде іліми істерменен шұғылланып атырман. Атап айтатығым болсам, шет елдерге іліми мақалалар, тезислер жіберіп, іліми конференцияларда үлгілі қатынаспақтаман. Менің ең үлкен жетіскенліктерімді атап өтетігім болсам, 2017 һәмде 18 оқу жылы үшін арналған Мұхаммед Ал-Хорезми стипендиясы жеңімпазы болдым. Бұл менен шекараланып қалмастан жақында ғана ұсыныс етілген